Сәлем барлықтарыңызға. Қазақстан спорттық бағдарламалау федерациясы Абай және Қызылорда облыстарында өткізген 9-11 сыныптарға арналған олимпиадада кездескен есептерді шығарып жатыр едік. Екі есеп қалған, сол есептерді шығарамыз. Келесі есеп найди разницу, айырмашылығын тап деген есеп екен. Мына есепке қарайық. Бізге НГМ лист беріледі, екі өлшемді лист беріледі екен. Сол жерден X номері X болатын жолдағы элементтердің қосындысынан Y бағанында орналасқан элементтердің қосындысының екеуінің айырмашылығын модулін табу керек екен. Есеп қарапайым есеп, реализацияға берілген есеп, сол сұралған нәрсені орындау қажет, амалда көрсетіп беру қажет болады екен орындап. Ешқандай алгоритмнің қажеті жоқ. Сұрағанын жазамыз. N және M сандар беріледі, листтің өлшемдері. A деген лист болсын. Екі өлшемді лист. For I in range. N жол бар. Сондықтан N рет орындалу керек. Мына A листке қосып отырамыз. Оның ішінде тағы листтер болады. Екі өлшемді лист болады екен. Сонда A деген лист бізде. Map int input split. Берілген мәліметтерді оқып алдық. Енді сумманы анықтау керек. S1 деп X жолдағы элементтердің суммасын анықтайық. Қосындысын анықтайтын sum деген функция бар, соны қолдана саламыз. Енді мына жерде Python'да индексация 0-ден басталады, есеп шартында 1-ден басталып тұр. Сондықтан X-тің орнына X-1 деп жазам. Ал мына бір жолдағы элементтердің суммасын табу оңай. Өйткені ол екі өлшемді лист, бір өлшемді листтерден құралған. Ол бір өлшемді листтер әрқайсы әр жолда орналасады екен. Енді баған бойынша табу үшін барлық листтерден жүріп шығу қажет болады. Бағандардағы Y бағандағы сандардың суммасын S2 деп алайық. Оны мына сияқты оңай таба алмайды екенбіз. For деп жазу керек. For I in range N деп жазайын. Бұл жерде енді жолдар, қатарлар саны өзгеріп отырады. Бағанның индексі өзгермей бірдей тұра береді екен. S2-ге қосып отыру керек. На I өзгеріп отырады. Жолдардың индекстері, бірақ бағанның индексі өзгермейді. Y деп жазуым керек. Индексация 0-ден есеп шартында 1-ден басталғандықтан бір азайтып қоюым қажет болады екен. Мынаның да қосындысын тауып алдық. Енді екеуінің айырмашылығын модулін шығаруымыз керек. Қайсы үлкен екенін білмейміз. Сондықтан ABS деп жазам. Абсолют мән деген сөз ABS модулін табу үшін қолданылады екен. Айырмашылық жоқ. S1 азайту S2 немесе S2 азайту S1 теріс сан болса ABS-тің есебінен оң санға немесе екеуі тең болса 0 шығады екен жауап. Тексеріп көрейік. Қате дейді. Мен NM XY-де оқуым қажет еді. X пен Y қалып қойыпты менде. Бес дейді. Жауабына қарайық. Жауабында да 5 екен.
Mынандай bolsa 0 dep çıgуу kerek eкен. Nöl degen cevap çıktı. Durs siyaktı tekşerүүгө жиберейик. Mına jerde ataslать решение деген бар. Ana dayındап algam. Şaňa aşıp tekşerip жатыр. Accepted boldu. Barlyk testlerden ötdü. Jasıl galışkalar çıkıp dur. Bir gana esep kaldı. Ol esepti kelesi sabakta çıgaramız. Sağ bolуңуздар.